қасықпен заказ бердім ғой. Мынау дейтін зор келген, поэтому мен көрдім, типа рандомные чехлы для телефона деп тұр. Жаман көрініп тұр, но жақсы көрініп тұр, короче. Бәріне сәлем, сендер менімен Бүрлен, және де бүгін бізде көптен күткен Пиндододан анпакипта. Пиндоштан заттарын алуға баратырмын, короче. Достар, менің карбом осындай қорқыныш жерде орналасқан. Қараңдар достар, ауыр дәу бір пакет. Қоқсымайды. Негізі жаңа видеодан көргендеріңдей, мен мына үлкен пакетті өзімнің каргомнан барып алып келдім. Дала деген суық. Енді қазір осының ішінде не бар, соның барлығын көретін боламыз. Бірінші нанның барлығын аяққа төгіп тастаған дұрыс деп. Бірінші нанны істегім келіп тұр. Мен бұның ішінде не екенін біліп тұрмын себебі. Мен негізі бұл заттарға бір 2 апта бұрын заказ берген болатынмын. 2 аптада уже келіп қойды бүкіл товарларым. 19 зат заказ берген болатын. Сол 19-ның барлығы келді. Менің мынандай осы Пиндодоға деп алған шағым бар, қазір сонымен ашатын боламыз. Негізі ожидание реальность болып тұр мына зат. Мен бұны көп күттім. Білмеймін, бұнда кішкентай келеді деп ойлаған жоқпын. Бұл, короче, мынандай лампа. Қазір видеоға ол осыны бірінші рет ашқым келген. Қазір көреміз енді бұл қалай қосылады вообще. Қандай нәрсе. Так. Ішінде бұдан басқа дым жоқ. Әдейі розовый цветін аламын. Осындай лампа. Қазір мен бұны сразу қосып қоя салым келіп тұр для видео. Қалай тұратынын вообще тексереміз. Вообще дым несі жоқ, свет жүрмейші. Че там бота қалай? Құта қандай зат? Осы өтіре берейін ба видео арғарай? Короче, достар, свет жарық тұрғанда вообще көрінмейді екен. Енді құттай заттан не күтесің, но свет өшкенде күшті жанады. Сұрларын барлығын лақтырып жіберу керек. Келесі мына затты ашайық. Бұны не екенін білмеймін. О, чехол. Короче, менің папам Samsung S24 Ultra ма, сондай ұстайды, 23 Ultra ұстайды. Но мен тұрамда 24 алып жіберем ғой, потому что Samsung-тардың формасы барлығы бір-біріне ұқсайды. Мен түсінбедім қандай модель ұстайтынын папам. И осын заказ бердім. Мынау білмеймін енді қалай тұратынын. Үлкен болады, телефоннан негізі дұрыс келмейді походу. Мен бұны ауыстыруға тырыстым, но бұл уже складқа кетіп қалғандықтан ауыспайтын болды. Папамның өзіне апарып беремін. Так. Келесі зат ол мынау. Сырты кіргіреген. Так. Походу сумка. Мен негізі бүкіл сумканы ұзақ күттім, қай сумка екенін білмеймін, потому что спойлер 2 сумка заказ берген. Так. Білмеймін, қай сумка. Вот такая вот сумочка. Негізі нормально екен, качествосы надан ужас келеді деп ойладым мен. Мен Пиндододан көргенде бұның шетінде брелоктар болыпты и әдемі көрінді. Қазір брелокс көргеннен кейін сәл-пәл ожидание реальность болып отыр менде. Но негізі качествосы жақсы. Вот, шүкір. Мынаның ішінде, мне кажется, стакан бар. Мен по приколу Пиндододан стакан заказ беріп көрейін деп шештім. Енді көреміз ол стакан шағылып келді ма, шағылмай келді ма. Аспанан қалай ашамын. Так.
Не болса да енді от душинан мынаны бекітіпті. Рахмет. Сынбай келген сияқты. Вау! Вау! Смотрите, достар. Сондай стакан. Пластмасс. Ой, пенаплекс болып отыр. Блин! Мен қасықпен заказ бердім ғой. Ладно, ештеңе етпес. Так, келесі зат. Мынау көзіме осы түсіп тұр. Бұның ішінде не бар екен? Вау! Мынаны қараңдар. Бұны мен, короче, сестренкама заказ бердім, потому что мен сестренкам осындай закупкаларды көп тағады. Новый годқа кішігірім подарок. Келесі зат мынандай кішкентай зат. Мен бұның ішінде мен ойлап тұрмын, мен анау бетіндегі прыщтарға арналған не дейді, наклейка ма, сондай заказ берген, ал сол ғой деймін. Я сол. Міне. Мен ішінде походу қанша 50 штук па болу керек, мен соншалық заказ берген. Окей. Так, келесі ол мынау. Мен походу мынаны не екенін біліп тұрмын. Пиндодадан мен қызық зат заказ бергім келді, чтобы распаковкада күшті болатындай. И поэтому мен көрдім, типа, рандомные чехлы для телефона деп тұрды. Сосын, и оның ішінде рандомна бір 6 ма, 12 ма, или 8 ба чехол кіреді. И сен білмейсің, саған қандай чехол келетінін, короче. Мынандай қазір ужасный чехолдай болуы мүмкін, и необычный күшті де болуы мүмкін. Вау, достар, я в шоке. Қараңдар. Мынандай. Мынандай. И мынандай. Еба, но еще выгодно, білесіңдер ба? На бүкіл чехолдың бағасы бір, если бөлек-бөлек 2 чехол заказ берсең, сондай баға шығып кетеді. Мынақта 8 чехол. Вау, қараңдар. Қараңдар. И ең әдемісі мынау екен. Я так рада. Негізі осыны көп күттім мен, чехол именно. Потому что мен өзім чехол жақсы көретін адам, и менде новый 8 чехол бар. Так, келесі зат, ол мынау. Бұның ішінде білмеймін не екенін. Вообще білмеймін ненің ішінде не бар екенін. Так, что же это? Все, я поняла. Бұны сендерге көруге болмайды, нижний бельем. Так, мынау киім сияқты, мен өзі бірақ киім заказ берген, ол пижама или постель болуы мүмкін. Яна пижама. Киім бірінші заказ бердім. Көреміз. Так. Маған уже ұнаватыр, түрі нормально келген. Качествосы енді астафиралық болып кепті. Мынандай шорты емен. Енді ұйықтағанға киінге нормально енді. Мындай шалбары. И осындай футболкасы. Так. Нормально. Бағасына өте даже нормально. Себебі бұл қатты қымбат болған жоқ. Мынаққа қоя берейін заттарды.
Мен мынаны біліп тұрмын не екенін, осыны аша берейін, сразу көрсете берейін. Жаңа өзімді айтып қойдым. Бұл походу постель. И осының килограмм ауыр болып келді. Но если бұны Қазақстанда сатып алатын болсаң, а жоқ. Это что, не постель? Ема, анау дейтін сумка ғой. Еще ауыр кәдімгі, значит, качествосы жақсы деген сөз. Ема, анау дейтін зор келген ғой. Мен ана подаркке заказ бергем. Еба, достарынан қараңдар. Наны Қазақстанда ұялмай 23 мың деп тұр. Қараңдар, ішінде мынандай бар еще. И мынандай. Но бұның бағасын мен қымбатқа алдым. И Қазақстанда бұл 2-3 есе қымбат мен алған бағадан. Вау, еще качествосы прям тема келген. Я в шоке, достар. Подарыққа ұялмай бересің. Но менің покупкаларым ішінде ең қымбат осы болды. Бірақ качествосы ең зор да осы сияқты, мне кажется. Я в шоке. Осы үшін қатты уайымдағам негізі. Но, блин, қуанып тұрмын, прям әдемі. Так, мына мусорларды лақтыра берейін жаққа. Так, вот мынау постель, короче. Бұны Қазақстанда енді қымбатқа көрдім мен бағасын. И Пиндодадан заказать етейін деп ойладым. Вот осындай жүрек постель. Ух ты, еще качествосы күшті. Прям качественный. Ойлағам андай бір синтетика бірдеңе келіп қалады деп, жоқ. Әп-әдемі, әп-әйбат. Если что, заказ берсеңдер болады. Мен мына жаққа фотоларын қойып отыратын шығармын, наверное. Вот соны скриншот етіп алып, заказ бере берсеңдер болады. Так, мынаның ішінде жастықтың несі жоқ па не? Так, стоп, достар. Короче, потом разбираться етіп аламын бұлмен. Тұра берсін. Так, келесі зат ол мынау. Бұл маска для сна. Мен жарықта ұйықтай алмайтынымды осы общагаға келіп түсіндім. Оған дейін мен бұны вообще қолданбайтын едім. И бұл маған уже бірінші семестр аяқталып жатқанда келіп тұр, но сонда да приятно. И қасына мынандай не салып жіберіпті. Негізі мен бұған заказ берген жоқпын. Качествосы күшті екен. Простой емес, кәдімгі күшті екен качествосы. Так, мынаны ашайық. Бұның ішінде сумка сияқты, себебі үлкен болып тұр. Качествосы нормально болып кетсе керек. Так. Менің универге сабаққа ұстайтын сумкаларым өте кішкентай, кітап сыймайды. Сондықтан сумка заказ беремін деп шештім, осындай үлкендеу. И нормально келді. Еще ішінде бірдеңесі бар ма, жоқ па? Жоқ екен, жарайды. Ішінде мынандай қалталары бәрі бар, дәу. Еще былай ашылады екен. Ұстағанға да былай әдемі негізі. Жақсы екен, короче, качествосы барлығы жақсы, заказ берсеңдер болады. Так, келесі ол мынау. Не мынау? Это бальзам для губ. Походу, сол кезде скидка болатты. Біреуін алсаң екіншісі тегін ба, сондай бірдеңе. Поэтому мен екеу алдым. Но мен картинада көргенде мына шеті кішкене басқашалау болды. Приятный. Но походу клубничный. Салып қояйын сразу.
Мынаны ашып көрейік. Мынау персикпен. Күшті. Просто мынау несі кішкене басқаша болды мен картинадан көргенде. Ладно, ештеңе етпейді. Бағасы үшін нормально деп ойлаймын. Так. Походу тоже сумка. Нет. Косметичка. Вот осындай розовый косметичка. Менде осының қарасы бар. Мен бірақ оны Каспийден заказ бердім. 1000 теңгеге. А мына Пиндошта 400 теңге ма, 500 теңге ма деп тұрды. Бұны мен сестренкама алдым. Сразу ашып көрсете салайын. Менің сестренкам боянған қатты жақсы береді. И оның косметичкасы ескіріп кетті. Сәтті. Шеті клей. Ата кіші барлығы тура менікі сияқты. Бірақ розовый. Мен өзімдікі сияқты мамама тоже заказ берген черный, бірақ Каспийден. Оказывается, олар Пиндоштан алады кемесінде. Вот, осындай косметичка. Опять, бірақ на шеті клей. Смотрите. Минус вайп. Так. Келесі нан ашайық. Не мынау? Бұл, тырнаққа арналған, кутикулы. Менде жиі осындай проблема болады. Мен терісін алып тастай берем. Сондықтан осы сатып алайын деп шештім. И арбуздың несімен болған. Несі күшті екен. Қолданатын боламын. Ойналар тастамаппын ғой. Мусор бір пакет, ё-моё. Так, нан ашайық. Уже соңғы 2 товар қалды. Так, мынау консилермен аталайды. Консилермен атын ұмытып қалдым, бірдеңе. Контуринг не істейтін, контуринг дұрыс. Ашып көрейік. Так. Мындай. Осындай консилер. Мынау предпоследний зат. Көрейік не бар екенін. Так. Так, что это? Мен тоже бір странный зат заказ бергем тағы, чтобы мен антипопипкам интересно болсын деп. Мен объявлениеден көрдім, көп косметика тұрда. Түсінбедім ол не екенін. Сосын тұрдымда, не мынау дедім, арзан болып тұрды да, бір 10 юань ба, 12 юань ба. Мен скидка отқан кезде алдым. Вот сол кезде осындай заттар тұрды. И мына жақта, косметика көріп тұрмын мен ішінен. Мен оны бар екенін ұмытып кеттім. Сондай құттай бальзам для губ. Қасқа, мынау не? Мынау ненің іші ғой? Не мынау? Странно. Мындай губкасы бар екен жаңағының. Мынау не? Мынау қасқа арналған бірдеңе. Так. 10 юаньға не күттің бірлен деп айтсаңдаршы. Просто мен антипопипкам кішкене интересно болсын деп, осындай интересный зат заказ бердім. И мынандай какой-то 2 маска рандомный. Ладно енді. Бір түрлі болып тұрғаны, мынандай болып, неге мынандай болып кетті кушон? Неге мынаны сырты жоқ?
мынау вообще құттайынан не істеймін мен. И мынау қас қармаған, мен қасымды бұндай нәрсемен боямаймын. Ашулымын. Мынау бүгінгі последний зат. И бұл сумочка. Мен көп күткен сумочка. Себебі мен байқағандарындай сөмкелерді қатты жақсы көремін. Оның ішінен андай брелокпен кетті. Екі үлкен, бір кішірек сумка заказ берейін деп шештім. Мынау нәрсе. Вот кішірек сумочканы осы. Так, мынаның несі қайда? Ішінде екен, бар екен достар, уайымдамайық. Негізі мен мынаны нормальный качествода келеді деп ойладым. Качествосы маған ұнаған жоқ. Но енді анда-санда бір ұстап қоюға болады. Но мен ойлағандай жақсы нәрсе емес екен. Мынау негізі мына жақта тұру керек былай. Но я хочу бұны мына сумочкаға тағуға. Так. Мына сумочкаға таққым келіп тұр, потому что осыған жақсы жарасады сияқты мынау. Вот смотрите. Милашка болып қалды. Вот достар, осындай зат, осындай сумочка. Негізі мына сумочканың прям качествосы күшті болып келді. Мынаның качествосы енді қатты керемет емес, но болады. Мен мынадан көп нәрсе күттім, ожидать етіп қалдым. Если ожидать етпесем, то мынау да маған ұнар еді. Товарлардан прям андай Китайдың иісі шығып тұр десең да. Негізі ұнады, нормально. Но менің ожиданиемді ақтамады енді. Походу мен бұны подарить етіп жібере саламын сестренкаларыма. Потому что качествосы нормальный. Прям мен бірақ басқа нәрсе ожидала, короче. Мен қатты таңғалып тұрған нәрсе ол мынау. Сонау Қытайдан дым болмай күшті болып келген ғой. Мен негізінен ложкамен заказ бердім деп ойлап тұрмын. Если мен ложкасыз заказ берсем, то тогда норм. Если мен ложкамен заказ беріп, ложкасы емесе, но мне нравится. Так, бүгінгі маған ұнаған топ 3 товарды айтайын. Бірінші орында, жоқ, үшінші орында басын, я? Так, үшінші орында ол мына сумочка. Маған ұнады, но брелоксыз келгені болмады енді. Екінші орында ұнап тұрған зат 8 чехол. Бағасы үшін өте арзан. Еще өте качественные чехлы, прям советую, если чехол алғаның келсе, солай рандомно заказ беріп көріңдер. Бірінші орында ол әрине мына сумка. Реально там Қазақстандағы качествосымен келген прям күшті. Мынаны Қазақстанда, осы жерде, мысалы Алматыда, мен бұны 23 мың теңгеге көріп келдім. 23 мың теңгеге осы жақтан заказ бергенше, Пиндододан бір 5 мың теңге ма, сондай тұрады. И прям күшті качествосы, реально айтамын. И ішінде косметичкасы ма, жаңа не, сумочкасы ма, сондай мен келді. Понимаете, еще мынаумен бірге. Ал 5 мың теңгеге сен мынаны әрең алатын жарсың, и то на качествосы әдемі прям күшті. Вот достар, бұл маған ұнаған топ 3 товар. Ну, стакан тоже ұнады, 4-ші орынға қоямыз жарайды. Шок болып тұрмын, потому что стакан сынбай келгеніне. Қалған заттар тоже нормально болады. Типа келмей қалып деген сияқты нәрселер болған жоқ. Так что лайк. Достар, видео осымен өз соңына жетті, және де егер де мен тағы да осындай Пиндодадан анпотипка түсіргенді қаласандар, онда осы видеоға көптеген просмотр жинап, комментарияға Пиндодо сөзін жазып кетіңдер. Және де бір нәрсе айтып кете салайын.
мына менің разочарованием болды. Мен бұны именно осыны тщательно таңдап, полный комплект заказ берген болатын, ал маған тек көрпесінің ғана несі келіп тұр. А так качествосы барлығы күшті, тек жамыладың көрпенің ғана постелі келіп тұр, короче. Қалған жастыққа, анау-мынауға дым жоқ. Осымен видео аяқталды. Келесі видеода кездескенше барлықтарыңа сәттілік және де аман болыңдар. Келе жатқан жаңа жылдарыңмен. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a